Достар, семинардың екінші күні Мейіржан Әуелханұлы, медиатренер, жасанды интеллектті журналистикада пайдалану тақырыбында бүгін дәріс оқып жатыр. Енді Мейіржан, айтып өтсеңіз, жасанды интеллект дегеніміз бізге ол жаңадан келіп жатқан тренд па, әлде ол бұрыннан бар ма? Жасанды интеллект. Қайырлы күн, менің есімім Мейіржан Әуелханұлы. Бүгін жасанды интеллект бойынша журналист әріптестеріме өзімнің тәжірибемді бөлісіп жатырмын. Жасанды интеллект біздің медиа нарыққа келгеніне 1 жыл болды. 1 жылдан бері мен оны білемін. Алғаш ашылған күннен бастап тіркеліп, ең басында мен де дым білмей бұл салаға келгем. Бірақ қолдану барысында тәжірибе жинадым. Қазір енді осы тәжірибемді өз әріптестеріме үйретіп жүрмін. 1 жылдың көлемі болды. Аудиторияңыз қалай, жалпы үлкен ба? Кімдер көбіне аудиториясы? Негізі бұл салада аудитория өте үлкен. Негізгі қолданушылар мына маркетинг саласында жүрген мамандар өте көп қолданады бұны. Енді біздің журналистер де жазады, сөйлейді. Ол жазу үшін, сөйлеу үшін мәтін керек, ал мәтінмен ChatGPT-мен жұмыс істейді. Ол ChatGPT-ді дұрыс, сауатты, жақсы қолданып алса, ол өте жақсы көмекші құрал болады. Енді мына медальдің екі жағы болады дейді, алды-арты. Жалпы бұның бір кері әсері болуы мүмкін бе? Мәселен, жасанды интеллектке қарсы шығып жатқан мемлекеттер бар деп естиміз. Бұл туралы не айтасыз? Енді мысалы жаңа затқа қарсылық әрқашан болған. Кір жуатын машинаға да, телевизорға да, телефон, смартфонға да басында қарсылықтар болған, бірақ халық жақсы затқа, жаңа затқа әрқашан үйір, оны жылдам үйренеді. Олардың алаңдауының да өзіндік орынды себептері бар. Енді бірақ бұл біздің өмірімізге енді ол қайтып шығып кетпейді. Осыны дұрыс қолданып, сауатты қолданып, оны ары қарай пайдалану керек. Басқа бізде таңдау жоқ. Негізгі түпкі мақсат қалай, өзі бұл табыс табудың көзі ме, әлде керісінше бұл ақпарат таратуда жаңа медиа нарыққа кіріп, жаңа медиа нарыққа жаңашылдыққа келу ме? Жалпы егер жасанды интеллектіні жасап отырған адамдардың түпкі мақсатына мен бірдеңе айта алмаймын, бірақ қолдану мен мысалы жұмысымды жеңілдетеді. Мен бір адам болсам, бір адам егер жасанды интеллект қолдануды білсем, бірнеше компанияда жұмыс істеуіме болады, бірнеше жұмысты бір уақыт істеуіме болады деген сияқты. Яғни маған өте жақсы көмекші құрал болады ол. Сіздің негізгі дәріс оқитын аудиторияңыз кімдер ол? Жалпы журналистерге жиі осындай сабақ оқытасыз ба, әлде көбіне сіздің аудиторияңыз басқа саланың өкілдері ме? Мен жалпы журналистерге бүгінгі осы 2-ші рет сабақ өткізіп тұрмын. Одан бұрын Астанада өткіздім. Ертең 9-шы желтоқсанда Өскеменге бара жатырмын 3-ші рет өткізуге. Жалпы одан бұрын мына бизнес өкілдеріне өткізгенмін. Яғни жасанды интеллектті бизнесте қалай қолдану бойынша. Батыс өңірін қашан аралайсыз? Біз сізді Маңғыстауда, Ақтауда күтеміз. Каспийдің жағалауы, Ақтауға келу жоспарда бар ма? Жоспарда бар, бұйыртса барамыз. Қашанға деп ойлайсыз? Осы 1 айдың көлемінде ме барамыз. Жасанды интеллект, қарапайым тілмен айтқанда, қарапайым халыққа не береді? Енді түсінікті маман ретінде, сала ретінде ол керек шығар, ал қарапайым халық одан не үйренеді? Қарапайым халыққа одан сізге не ыңғайлы соны сұрауға болады. Мысалы, қазір кез келген бір дәрігердің консультациясына барсаңыз, ол 5000 теңге, ең арзан 5000 теңге ақша алады сізден. Ал ChatGPT оны тегін сізге береді. Егер одан сауатты сұрасаңыз, ол сізге консультацияны тегін береді. Түсінікті. Мейіржан, рахмет сізге. Дәріс өте керемет өтіп жатыр. Жаңа чатта да жазып жатыр. Енді әр тақырып өзінше қызықты ғой, өзекті. Бірақ соның ішінде осы жасанды интеллектке барлығы бір дайындалып келген сияқты. Сонда сізден үйренеріміз көп деп ойлаймын. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Және де біз сізді міндетті түрде Маңғыстау облысы, Ақтау қаласында күтеміз. Көп рахмет, сәттілік.